Жүздері жарық, сөздері анық, кімге болса да қасқайып тұрып сөйлеген қайран ата бабам-ай. Біреуге қарыз болмақ түгілі, мына ұрпағым қарыз болмасын деп, қиядан қыран ұшса қияғы күйетін, құлан жотса тияғы тозатын байтақ өлкемді байлығымен бірге мына ұрпағына аманат етіп қалдырған жоқ па? Жоқ әлде қарызданып жүріп ғұмыр кешсін деді ме? Не үндемейсіздер? Қарыз бар адам асқақ сөйлемек түгіл астарлап жағдайын айту үшін де мұрнының астынан бірдеңені міңгірлейді. Орта ғасырлық гректер атқа отырып қылышта салмайтын және қарызы бар ер адамның басын шабу керек деп заң шығарған екен. Атқа отырып қылышта салмайтыны белгілі, ал енді қарызы бар адамның не кінәсі бар деген кезде қарызы бар адам бірінші жағдай айтады, екінші сылтау айтады, үшінші өтірік айтады деген екен. Ал өтірік айтқан адам отанын сатады деген. Осыны естісем жүрегім зу өте түседі. Құдайға шүкір, бізде ондай заң жоқ. Ендеше мына залда отырар ма едіңіздер? Әй, бірақ бәрібір. Қарызым барда малым бар деме, Әзірейіл барда жаным бар деме деген біздің қазақ. Жоқ, қазақтан басқа кім айтсын бұндай сөз? Жоқ, анау қарызданып қатын ал, қатының қалар қойныңда деп қай қатын құмар айтты екен дейін. Түрмесіз далада, қорасыз қой бағып, мылтықсыз аң аулаған қайран ата бабам-ай. Есігіне алашып байлап, 6 айшылық жолды алаңсыз шығып жүріп кете беретін адалдығын айтам. Ешкімге қарыз болмай-ақ, ешкімнің алашыбын аттамай-ақ, ел болудың ешкімге ұқсамайтын үлгісін көрсетті емес. Биді дауда, батырды жауда көрген, елдің жүгін ерменен нарға берген, мал мен жанды жолына құрбан қылып, ата бабам аштан емес, ардан, намыстан өлген. Я, намыстан. Жоқ, мен қара жер еместің сатылып кететін. Мағжан да еместің атылып кететін. Ja, қара жер құнарлық үшін сатылып кетті. Ал Мағжан атылмаған үшін атылып кетті.